Көңіліңіз ауыр болса, осы 10 минутты өзіңізге арнаңыз. Кейде сырттай бәрі жақсы болғанымен ішіңіз ауыр болады. Не болғанын өзіңіз де түсіндіре алмайсыз. Бәрі қалыпты сияқты. Күнделікті тіршілік жалғасып жатыр. Бірақ жүрегіңіздің түбінде бір ауырлық бар. Бір нәрсе мазалайды. Бір нәрсе шаршатады. Егер бүгін сіз де осындай күйде болсаңыз, өзіңізді күштеп жақсы сезінуге тырыспаңыз. Қазір бәрін түсінудің қажеті жоқ. Бәрін шешудің де қажеті жоқ. Алдағы 10 минутты тек өзіңізге арнаңыз. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Терең тыныс алыңыз. Және асықпай дем шығарыңыз. Қазір сізден ешкім ештеңе талап етпейді. Осы сәтте сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Тек тынысыңызға назар аударыңыз. Денеңізді босатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Маңдайыңызды босатыңыз. Жақ сүйегіңізді босаңыстыңыз. Иығыңызды төмен түсіріңіз. Қолдарыңызды еркін ұстаңыз. Денеңіздің салмағын сезініңіз. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Әр дем шығарған сайын денеңіздегі ауырлықтың аздап босап бара жатқанын елестетіңіз. Сіз дәл қазір ешкімге мықты болып көрінуге міндетті емессіз. Ешкімге ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Тек өзіңізбен бірге болыңыз. Өзіңіздің қазіргі күйіңізді қабылдаңыз. Ішіңізден ақырын айтыңыз. Мен өз сезімдерімді қабылдаймын. Мен өзімді тыңдауға рұқсат етемін. Мен дәл қазір қандай күйде болсам да өзіме жұмсақ қараймын. Ішіңіздегі ауырлықты сезініңіз. Енді назарыңызды жүрек тұсына аударыңыз. Сол ауырлықты өзгертуге тырыспай, жай ғана байқап көріңіз. Ол қандай? Мүмкін шаршау шығар. Мүмкін реніш. Мүмкін жалғыздық. Мүмкін көңіліңіз қалған шығар. Мүмкін көптен бері ішіңізде сақтап жүрген сөздер бар шығар. Ал мүмкін оның себебін мүлде білмейтін шығарсыз. Оның себебін дәл қазір табудың қажеті жоқ. Тек өзіңізге айтыңыз. Мен сені сезіп тұрмын. Мен өзімді естіп тұрмын. Мен бұл сезімнен қашпаймын. Терең тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Сезімдеріңізбен күресудің қажеті жоқ. Олар келуі мүмкін. Және кетуі мүмкін. Сіз сол сезімдердің өзі емессіз. Сіз оларды байқап отырған адамсыз. Ішіңізде ұстап жүрген нәрсені жіберіңіз. Енді әрбір дем шығарған сайын жүрегіңіздегі ауырлықтың бір бөлігі сыртқа шығып жатқанын елестетіңіз. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Мен бәрін бақылауға міндетті емеспін. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Мен өткенді өзгертуге міндетті емеспін. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Мен барлық адамның көңілінен шығуға міндетті емеспін. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Мен өзім көтеруге тиіс емес жүкті босатамын. Баяу дем шығарыңыз. Сіз ұзақ уақыт бойы өзіңізбен бірге алып жүрген ауыр сөмкені жерге қойғандай елестетіңіз. Бір сәтке болса да оны көтермеңіз. Денеңіздегі жеңілдікті байқаңыз. Өткенді босатыңыз. Мүмкін сізді біреудің сөзі әлі де ауыртатын шығар. Мүмкін бір жағдайды қайта-қайта ойлайтын шығарсыз. Неге бұлай болды? Неге мен олай айттым? Неге ол адам мені түсінбеді? Басқаша жасағанда не болар еді? Бірақ өткен сәт аяқталды. Оны қайта-қайта ойлау сол жағдайды өзгерте алмайды. Сондықтан дәл қазір өткенді ұмытуға емес. Оны бір сәтке қоя тұруға рұқсат беріңіз. Ішіңізден айтыңыз. Мен өткенді дәл қазір шешуге міндетті емеспін. Мен өзімді кінәлауды біртіндеп босатамын. Мен жүрегіме тынығуға мүмкіндік беремін. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Өзіңізге мейіріммен қараңыз. Енді өзіңізді кішкентай кезіңіздегі қалпыңызда елестетіңіз. Алдыңызда сол бала тұр. Ол шаршаған болуы мүмкін. Оған біреудің жылы сөзі қажет болуы мүмкін. Сіз оған не айтар едіңіз? Неге осындайсың дер ме едіңіз? Жоқ, сіз оның жанына отырып,
Бәрі бірден шешілмеуі мүмкін. Бірақ мен сенің жаныңдамын дер едіңіз. Ендеше осы сөзді бүгін өзіңізге айтыңыз. Мен өзімнің жанымдамын. Мен өзімді тастамаймын. Мен өзіме мейірімді боламын. Менің демалуға құқығым бар. Менің шаршауға да құқығым бар. Мен қайтадан күш жинай аламын. Осы сөздерді асықпай қабылдаңыз. Жүрегіңізге тыныштық беріңіз. Енді жүрегіңіздің ортасында кішкентай жылы жарық пайда болғанын елестетіңіз. Жұмсақ, жылы, қауіпсіз жарық. Әр тыныс алған сайын ол үлкейіп келеді. Алдымен жүрек тұсын жылытады. Содан кейін кеудеңізге таралады. Иығыңызға, қолдарыңызға, ішіңізге, аяқтарыңызға, бүкіл денеңізге таралады. Осы жарық ештеңені күштеп өзгертпейді. Ол тек сізге бәрін бүгін шешудің қажеті жоқ деп тұрғандай. Бір қадам жеткілікті. Бүгін өзіңе жұмсақ бол. Бірнеше сәт осы сезіммен қалыңыз. Тыныс алыңыз. Дем шығарыңыз. Бүгінге оралыңыз. Кешегі күн өтті. Ертең әлі келген жоқ. Ал сіз дәл қазір осындасыз. Осы тыныс бар. Осы сәт бар. Бүгін бүкіл өміріңізді өзгерту міндетті емес. Бүгін тек бір кішкентай жақсы нәрсе жасасаңыз жеткілікті. Бір кесе шайда асықпай ішу. Таза ауаға шығу. Жақын адамыңызға хабарласу. Өзіңізге ұнайтын музыканы тыңдау. Бірнеше минут тыныш отыру. Өзіңізге мен қолымнан келгенін жасап жүрмін деп айту. Кішкентай қадамдардың да маңызы бар. Осы сөздерді өзіңізге айтыңыз. Енді әр сөйлемді ішіңізден немесе жай дауыспен қайталаңыз. Мен өз сезімдерімді қабылдаймын. Мен өзімді асықтырмаймын. Мен бәрін бір күнде шешуге міндетті емеспін. Мен өткенді біртіндеп босатамын. Мен өзімді кінәлауды азайтамын. Мен өзіме жұмсақ қараймын. Мен тыныштыққа лайықпын. Мен демалуға лайықпын. Мен жақсы сөзге лайықпын. Менің жүрегім тыныштық таба алады. Менің ішімдегі ауырлық біртіндеп жеңілдей алады. Мен бүгін өзіме қамқорлық жасаймын. Мен өзімді өзгелермен салыстырмаймын. Мен өз жолыммен келе жатырмын. Мен өзімнің жанымдамын. Әр сөйлемнен кейін кішкене кідіріңіз. Осы сөздерді жай ғана тыңдамай, сезінуге тырысыңыз. Ауырлықты босату. Енді алдыңызда тыныш өзен ағып жатқанын елестетіңіз. Судың бетіне бір жапырақ түсіп келеді. Сізді мазалап жүрген бір ойды сол жапырақтың үстіне қойыңыз. Оны шешпеңіз. Талдамаңыз. Тек қойыңыз. Жапырақ су бетімен баяу алыстап барады. Оның артынан тағы бір ойды жіберіңіз. Тағы бір ренішті. Тағы бір қорқынышты. Тағы бір ауыр сезімді. Олардың алыстап бара жатқанын бақылаңыз. Сіз оларды күштеп қуып жатқан жоқсыз. Сіз тек оларды ұстап қалмауды таңдап отырсыз. Ішіңізден айтыңыз. Мен жіберуге дайын болған нәрселерімді жіберемін. Мен өзгерте алмайтын нәрселермен күресуді азайтамын. Мен жүрегімде тыныштыққа орын беремін. Соңғы тыныс. Енді терең тыныс алыңыз. Бір сәт ұстап тұрыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Тыныс алыңыз. Және дем шығарыңыз. Денеңізді сезініңіз. Қолдарыңызды сезініңіз. Аяқтарыңызды сезініңіз. Саусақтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Иығыңызды жеңіл қозғаңыз. Айналаңыздағы дыбыстарды қайта байқай бастаңыз. Көзіңізді ашуға асықпаңыз. Соңғы рет өзіңізге айтыңыз. Бүгін мен өзіме жұмсақ қараймын. Бүгін бәрін шешуге тырыспаймын. Бүгін жүрегіме тыныштық беремін. Мен біртіндеп жеңілдеп келемін. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Сізге дәл қазір бәрі керемет болып кетуі міндетті емес. Бір сәтке жеңілдегеніңіздің өзі жеткілікті. Бүгін өзіңізге қамқор болыңыз. Егер осы медитациядан кейін көңіліңіз сәл де болса жеңілдесе, видеоны сақтап қойыңыз. Қайтадан ішіңіз ауырлаған сәтте оған оралыңыз. Осындай қазақ тіліндегі жан тыныштығына арналған медитацияларды тыңдағыңыз келсе, Sugar Life арнасына жазылыңыз.
Ал пікірге бір ғана сөйлем жазыңыз. Бүгін мен босатамын. Кейде ішіңізде жүрген нәрсені бір сөйлеммен айтуда жеңілдік береді. Өзіңізге қамқор болыңыз. Көңіліңіз жеңіл, ойыңыз тыныш, жүрегіңіз жылы болсын.